Кітаптың басында келтірілген негізгі бөлімдерге тоқтала кетейік. Біріншіден, Эллродтың өмірі мен трагедиясы. Ол өз жасында табысты сатушы болған және одан кейін комаға түсіп 6 күн бойы комада жатқанын айтады. Дәрігерлер оның қайтадан жүре алмауы мүмкін екенін айтты. Бірақ Эллрод жағдайды қабылдайды және тек өз бақылауындағы нәрселерге назар аударады. Екіншіден, экономикалық дағдарыс. Апаттан кейін Эллрод тағы да табысқа жетті. Бірақ 2008 жылғы қаржылық дағдарыс кезінде қаржылық күйреуге ұшырайды. Бұл оны ауыр депрессия мен стресске душар болуына әкелді. Бір досының кеңесі Эллродқа өзінің өміріне жауапкершілік алуға итермелеп, жеке даму стратегияларын зерттеуге мүмкіндік береді. Ол табысты адамдардың таңғы тәртіптеріне ие екенін анықтап, түрлі әрекеттер мен тәжірибе жасап көрді. Бұл тәжірибелер сейверс, тыныштық, аффирмация, визуализация, дене жаттығулары, оқу, жазу рутиніне айналды. Бұл оның көңіл күйі, энергиясы және өнімділігіне елеулі өзгерістер әкелді. Ол көп адамдардың өз шын потенциалынан төмен деңгейде өмір сүретінін, себебі құрылымды әдеттердің жетіспеушілігін атап өтеді. Сиқырлы таң өз таңын мақсатты әрекеттермен бастау арқылы үйреншікті ортадан шығу тәсілі ретінде ұсынылады. Ол 95% адамдардың өз шын потенциалын жетістірмейтінін, бұл тәртіптің болмауымен байланысты екенін айтады. Ол оқырмандарды таңертеңгі рутиндерін өздерінің жеке дамуы үшін құрал ретінде пайдаланып, 5% ерекше өмір сүретін адамдар қатарына қосылуға шақырады. Таңғы уақыт күннің ең маңызды бөлігі ретінде ұсынылады. Бұл өнімділікті, ойлауды және жалпы бақытты анықтайды. Эллрод нашар немесе хаотикалық таңның реактивті, стрессті күнге әкелетінін, ол тыныш, мақсатты таңның сәттілікке жетелейтінін айтады. Сейверс рутина бұл уақытты физикалық, психикалық, эмоционалдық және рухани әл-ауқат үшін оңтайландыру мақсатында жасалғанын айтады. Бірінші, тыныштық. Эллрод таңды тыныштықпен бастау сізді қалыпқа келтіреді, стрессті азайтады және алдағы күнге ақыл-ойыңызды дайындайды деп атап өтеді. Тыныштық қазіргі өмірдің жүгірісінде жиі ескерілмейді. Ал осы тыныштықты қалай тәжірибелеуге болады? Бірінші, медитация. Денеңіздің тыныс алуына, бір нысанға немесе мантраға назар аударып, ақылыңызды тазартып, санаңызды қалыптастыру. Келесі, дұға. Діни немесе рухани адамдар үшін дұғамен бастау байланыс пен алғыс сезімін оята алады. Немесе терең тыныс алу. Денеңізді босаңсыту және ақылыңызды тыныштандыру үшін терең диафрагмалық тыныс алу. Төртіншісі, рефлексия. Мақсаттарыңыз, тілектеріңіз немесе жай ғана сәтте болу туралы ойланып, уақыт өткізу. Эллрод тіпті бастаушылар үшін бірнеше минуттан бастап тыныштықпен бастауға кеңес береді, себебі тұрақтылық ұзақтығынан маңызды. Келесі рутиннің екінші бөлігі аффирмация. Аффирмация бұл теріс ойлауды жеңуде күресуге арналған оң қуат беретін сөздер. Эллрод аффирмациялар санасыз санаңызды қайта қалпына келтіріп, өзіңізге сенімділікті арттыратынын айтады. Аффирмацияларды тиімді жазу. Біріншіден, анықтылықты қажет етеді. Аффирмациялар анық болуы керек және нақты жетістіктеріңізді көрсетуі керек. Мысалы, мен денсаулығымды жақсартқым келеді дегеннің орнына, мен күн сайын 30 минут физикалық жаттығулар жасап, денемді сау тамақпен қамтамасыз етемін деп айтыңыз. Келесі, эмоция. Аффирмацияларыңызға күшті, оң эмоцияларды қосыңыз. Бұл сізді әрекет жасауға ынталандырады. Аффирмациялар сізді қуаттандыруы және қызықтыруы тиіс. Келесі кезең, аффирмацияларды әлі жүзеге асырмасаңыз да шындыққа айналғандай етіп жазу. Мысалы, мен барлық істерімде сенімді және қабілетті адаммын. Және соңғысы, қайталау. Эллрод аффирмацияларды күн сайын қайталауды ұсынады. Бұл сіздің ойларыңыз бен көзқарастарыңызды нығайтуға көмектеседі. Сізге мақсаттарыңызға назар аударуға, шектеуші сенімдерді жеңуге және табысқа жетуге бағыттайды. Таңғы рутиніміздің келесі бөлігі визуализация. Визуализация дегеніміз не? Бұл қалаған нәтижелеріңізді психологиялық тұрғыда қайталау, өз мақсаттарыңыз бен жетістіктеріңіз туралы нақты бейнелер жасау, содан кейін оларға жету үшін қажетті қадамдарды елестету. Визуализацияны қалай практикада қолдануға болады? Бірінші қадам. Соңғы мақсатты визуализациялау. Мақсаттарыңызға жеткеніңізді елестетіңіз. Бұл жұмыс орында лауазымды көтеруден бастап марафон жүгіруге дейінгі барлық нәрсе болуы мүмкін.
толық көрініс. Бұл қалай көрінеді, қандай сезімдер туындайды, кімдермен бірге боласыз және тағы басқа. Екінші қадам – процесті визуализациялау. Мақсатыңызға жету үшін әрекет етуді елестетіңіз. Күнделікті жұмыс, қиындықтар және оларды қалай жеңетініңіз туралы елестетіңіз. Бұл сіздің миыңызды табысқа жету жолын тануға үйретеді және әрекет жасауға ынталандырады. Эмоцияны қосыңыз. Элрод визуализация кезінде эмоциялардың маңызды екенін атап өтеді. Жетістіктеріңізбен байланысты қуаныш, мақтаныш және бақыт сезімдерін сезініңіз. Визуализация қалаудың және әрекеттің арасындағы алшақтықты жоюға көмектеседі. Жетістікті психологиялық тұрғыдан қайталау арқылы сенімділігіңізді арттырасыз және мақсаттарыңызға жету үшін әрекет ету туралы алаңдауды азайта аласыз. Төртінші рутин – дене жаттығулары. Неліктен таңертең дене жаттығулары қажет? Элрод таңертеңгі дене жаттығуларының физикалық және психологиялық пайдасын атап өтеді. Қысқа белсенділік денеңізді оятып, миыңызға қан ағынын жақсартады, энергия деңгейін арттырады және психикалық айқындылығын жақсартады. Күнді қозғалыспен бастағаныңыз сізді сергек, өнімді және қабілетті сезіндіреді. Оны қалай енгіземіз? Ұзақ жаттығудың қажеті жоқ, тіпті 5-10 минуттық физикалық белсенділік елеулі әсер етеді. Элрод адамдарды тұрақтылыққа шақырады. Негізгісі таңертең қозғалу, тіпті бірнеше минут болса да. Таңертеңгі дене жаттығулары көңіл күйді көтереді, өнімділікті арттырады және күннің оңды тонусын орнатады. Бесінші рутин – оқу. Оқу арқылы жеке даму Элродтың таңертеңгі рутинінің маңызды элементі. Ол күн сайын 10-15 минут оқу сіздің білімдеріңізді, дағдыларыңызды және ойлау қабілетіңізді уақыт өте келе елеулі түрде жақсартатынын атап өтеді. Бұл күнделікті әдет сізге басқа адамдардың даналығын үйренуге және олардың сабақтарын өз өміріңізге қолдануға мүмкіндік береді. Ал енді не оқу керек? Мақсаттарыңыз бен құндылықтарыңызға сәйкес келетін, өзін-өзі дамытуға, жеке даму мен бизнеске арналған әдебиеттерге назар аударыңыз. Элрод сізді ынталандыратын, жаңа дағдылар үйрететін немесе өсуді мотивациялайтын кітаптарды таңдауға кеңес береді. Күн сайын бір беттен санын немесе оқу үшін нақты уақытты белгілеп, оқу мақсатын қойыңыз. Оқитын кітаптар тізімін ұстап тұрыңыз. Сондықтан әрқашан жаңа материалмен дайын боласыз. Оқуды күнделікті әдетке айналдыру арқылы сіз өзіңіздің жеке және кәсіби дамуыңызды жақсартатын жаңа идеялар мен көзқарастармен үнемі тамақтанасыз. Алтыншы – жазу. Жазу немесе журнал жүргізу – бұл сіздің ойларыңызды, прогрессіңізді және психикалық толып кетуді өңдеуге мүмкіндік беретін практика. Жазу сіздің ойларыңызда айқындық алу, эмоцияларды өңдеу және идеяларды ұстауға көмектеседі. Оны қалай қолдануға болады? Бірінші – алғыс журналы. Күніңізді алғыс білдіретін нәрселерді жазудан бастаңыз. Алғыс оң ойлау қабілетін қалыптастырады және назар аударуды жетіспейтін нәрселерден молшылыққа ауыстырады. Мақсаттар қойып жазу. Журналда мақсаттарыңызды анықтау және қайта қарау үшін пайдаланыңыз. Күн, апта немесе ай үшін ниеттеріңіз туралы жазыңыз және оларды қалай жүзеге асыра алатыныңызды ойлаңыз. Рефлексия. Сезімдеріңіз, қиындықтарыңыз және жетістіктеріңіз туралы жазыңыз. Журналдағы рефлексия эмоцияларды өңдеуге және дамуыңызды бақылауға көмектеседі. Ойыңызға келгендердің бәрін цензурасыз немесе құрылымсыз жазу. Бұл практика психикалық тазартуға көмектеседі және жиі күтпеген инсайттарға әкеледі. Жазу – бұл миыңызды тазартудың, алғыс білдірудің және жеке даму тарихын сақтаудың бір тәсілі. Элрод ерте ояну жеке даму үшін уақытты қамтамасыз ететін артықшылық ретінде көрінеді. Ол шынайы ояну уақытынан бастап, қажет болса оны біртіндеп ертерекке жылжытуға кеңес береді. Уақыт тығыз болған күндер үшін ол 6 минуттық сиқырлық таң ұсынады. Сейверстің әр элементіне 1 минут жұмсауды ұсынады. Бұл барлық 6 әдетті практикалауға мүмкіндік береді, тіпті шұғыл күндерде де. Ерте ояну немесе рутинаны ұстану бойынша кедергілерді жеңу үшін Элрод ойлау қабілетіңізді, аз ұйықтап өмір сүре алатыныңызға сену, түнгі ритуал жасау және жауапкершілік серіктесін пайдалану сияқты стратегияларды ұсынады. Сейверс рутинасы жеке дамуға құрылымдық тәсіл ұсынып, санаға оңдық және тұрақты әрекетті біріктіреді.